Сәлем достар, Ханчайым каналына қош келдіңіздер. Үй жағдайында дайындауға болатын өте дәмді, жеңіл, әрі нәзік рулет дайындап көрсетемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін маған қажет заттар: 5 жұмыртқа, 90 грамм ұн, 50 грамм сүт, 30 грамм күнбағыс майы, 50 грамм қант, 40 грамм қант және 2 грамм қопсытқыш қажет болады. Алдымен құрғақ әрі таза ыдысқа жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын ажыратып алдық. Жұмыртқаның сарыуызының үстіне бір шөкім тұз саламыз. Одан кейін араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін, 50 грамм қантты салып, миксермен араластырамыз. Жұмыртқаның сарыуызын араластырып болдым. Яғни бізде мынадай болып шығуы қажет. Ендігі кезекте жұмыртқаның ақуызын миксерлейміз. Шамалы уақыт өткеннен кейін 40 грамм қантымызды 3-ке бөліп саламыз. Жұмыртқаның ақуызын миксерлеп болдым. Яғни бізде ақуыз төңкерген кезде төгілмеуі қажет. Не осындай күйде болуы керек. Жұмыртқаның ақуызының үстіне жұмыртқаның сарыуызын саламыз. Салдым, енді араластырамын. Араластырып болдым. Оның үстіне 2 грамм қопсытқышымызды саламыз. Одан кейін араластырамыз. Араластырып болдым. Салманың үстіне осындай елегішпен ұнды елеп саламыз. Ұнды електен өткізіп салдым. Енді оны араластырамын. Жақсылап тұрып араластыруымыз қажет. Яғни ұнның ұнтағы қалмау керек, ұнның ұнтағы. Сүтті
Рулеттің үстіне күнбағыс майын құямыз. Бұдан кейін араластырамыз. Араластырып болдым. Салманың үстіне құямыз. Құйып болған соң араластыруымыз қажет. Араластырған кезде міндетті түрде осындай қалақшамен араластыруымыз қажет. Араластырып болдым. Салмамыз дайын болды. Арнайы қалыпты осылай етіп жасап аламыз. Содан кейін дайын болған салмамызды үстіне құямыз. Құйып болғаннан кейін осылайша етіп тегістейміз. Тегістеп болдым. Осылайша етіп 3 рет ұруымыз қажет. Қызып тұрған пешке 170 градус ыстықта 25 минутқа пісіріп аламыз. Газ пешімізден рулетімізді алып шықтық. Міне осылай пісіру қажет. Енді қазір арнайы екінші қағазды жауып екінші бетіне. Рулетімізді осылай етіп, 4 бұрышын осылай етіп жан-жағын кесіп шығамыз. Осылайша орап болғаннан кейін арнайы қағазбен жақсылап тұрып орап. Осылай етіп орағаннан кейін міндетті түрде холодильникке 30 минутқа қоюымыз қажет. Достар, біздің рулетіміз дайын болды. Өте әдемі, тәтті, дәмді және жұмсақ шықты. Біздің жаңа видеоларды жіберіп алыңыз үшін міндетті түрде подписация мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер.
бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар. And